бізде бүгін крипто ары қарай қайда барады деген сұраққа мен өзімнің ойымды айтып кететін боламын. Былайша айтқанда крипто ары қарай көтеріледі немесе құлайды деген сияқты нәрселерге мен өзімнің ойымды айтып беремін. Ал бұл ақпараттар сіздерді қызықтыратын болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау басып қоюды ұмытпаңыздар. Сразу тоталдан бастаймын. Тотал деген ол не? Тотал деген барлық криптоактивтердің капитализациясы, яғни дәл қазір барлық криптоактивтің капитализациясы 2,6 триллион болып тұр. 2,6 триллион деген негізінде былай қарасақ жақсы, өте көп 2,6 триллион. Бірақ бізде бұдан да үлкен болған, мысалы 2025 жылғы февраль айында пик болған бізде. Бұл пикта бізде 3,63 триллионға дейін жеткен барлық криптоактивтердің капитализациясы. Енді қараңыздар, алдыңғы бычкамен салыстыратын болсақ, алдыңғы 2021 жылғы бычкада пикі қандай болды? Пикі 3 триллион болды. Яғни барлық криптоактивтер 3 триллионға дейін өскен капитализациясы. Ол деген өте көп. Мысалы қарайық. Бізде 2020 жылы коронавирустан кейін коронадамп болды. Коронадампта бізде 2020 жылы бүкіл криптоактивтің капитализациясы 121 миллиард қана болған. 121 миллиардтан 3 триллионға дейін өсті. Қараңыздар, 121 миллиардтан былай тартсақ, қол кеткен бар арасында. 2237 пайызға өскен барлық криптоактивтің капитализациясы. Ал 2021 жылдан 2025 жылға дейін 24 пайызға ғана өскен. Оның өзінде бізде тек биткоин ғана өсті. Бұлай қарайық. Қараңыздар, биткоин доминацияға қарайық. Биткоин доминацияда барлық көрініп тұр. Мысалы қараймыз. Қазір барлық криптоактивтің 64 пайызын тек бір биткоиннің ғана капитализациясы құрайды. Мысалға, былайда CoinMarketCap'тан былай көрсете салуға болады. Қараңыздар. Жаңа айттым ғой мен 2,6 триллион деп барлық криптоактивтердің капитализациясы. Енді қараңыздар, 1,67 триллион бұл тек қана биткоиннің капитализациясы. Бір биткоиннің капитализациясы 1,6 триллион болып тұр. 2,6 триллион. Барлық крипторингтікі болса, бір биткоиндікі 1,6. Яғни 64 пайызын тек бір биткоин ғана құрайды. Ал алдыңғы 2021 жылғы пикінде қалай болды? Мысалы, пикінде доминация осы жерлерге дейін түсті. Яғни барлық криптоактивтің 40 пайызын ғана бір биткоиннің капитализациясы құрады. Яғни 2021 жылы былай болған. 3 триллионға дейін барлық криптоактивтің капитализациясы 3 триллион болатын болса, оның 1,4 триллионын ғана биткоин құраған. Ал қазір көргендеріңіздей 1,6 триллионын биткоин құрайды. Қалған 1 миллиардтың 1 триллионын, мысалы, капитализациясы 1,6 триллион болатын болса, барлық альткоиндардың капитализациясы 934 миллиард қана. 934 миллиард. Бұл альткоиндар үшін өте аз. Неге? Қараңыздар. Альткоиндардың осы жылғы пикі 1,67 триллионға дейін барған. Яғни барлық альткоиндардың капитализациясы 1,67 триллионға дейін барған пикінде. Ал бычкамен салыстырсақ, алдыңғы жыл 2021 жылғы бычкада 1,7 триллион болған. Барлық альткоиндардың капитализациясы. Әрине 2021 жылғы пикін әлі бұза алмады, но пикіне келді. Бірақ бұл альткоиндар үшін бычка болды деген сөз емес. Неге? Қараңыздар. 2021 жылы бізде қанша альткоин болды? Мысалға алатын болса, 200 альткоин болды. Мысалы, ал қазір бізде 1000, одан кейін 1300 күн өтті. Қазір қанша альткоин бар? Мысалы, ол кезде 200 альткоин болса, қазір 500 альткоин бар деп смело айтуға болады. Мысалы, қараңыздар. Бұл кездерде бізде қандай монеталар болмады? Суи деген монеталар бұл кезде вообще болмады. Арбитрум, оптимизм деген сияқты. Сол себепті бұл жерде барлық альткоиндардың капитализациясын есептегенде олар кірмейді ол кезде. Ал қазір олар кіреді. Былайша айтқан кезде, түсініктірмей айтқан кезде альткоиндар почти өскен жоқ. Капитализациясы бұл жерде өсті деп көрсетіп тұр. Неге? Монеталардың бағасы өспесе де, просто альткоиндардың количествосы өсті. Сол үшін бізде капитализация да өсті. Мысалға қараңыздар. Қазір коронадампты алайықшы. Мысалы, коронадамп міне. Бізде коронадампта диапазон сенмен коронадампта қараңыздар. Коронадампта барлық альткоиндар бір айда 63 пайызын жоғалтқан. Но коронадамп болды өзі сол кезде. Сол кезде ғой, почти Дуно да сол кезде болды ғой.
мынау типа 2017 жылғы бычка, одан кейін мынау медвежка и мынау тоже бычка. Қараңыздар, 2020 жылы бізде корона дампта барлық альткоиндар өзінің 66%-ын жоғалтқан капитализациясын. Мысалы 105 миллиардтан 36 миллиардқа дейін түскен. Қазір қараңыздар, қазірде бізде өте көп жоғалтты. Қазірде тоже тарифтар анау мынаулар болып жатыр. Қазірде типа корона дамп сияқты нәрсе деп ойлаймын. Қазірде черный лебедь деп айтады. Қазір қараңыздар, 52%-ын жоғалтқан. Пикнан 52%-ын жоғалтқан. Барлық альткоиндар өзінің капитализациясын жоғалтқан. Мысалы пикында бізде 1,66 триллион болса, қазір 934 миллиардқа дейін түсті. Енді қараңыздар, одан кейін бізде альткоиндар қанша пайызға көтерілді? Альткоиндар бізде одан кейін 4572 пайызға дейін көтерілген. Енді бізде менің ойым бұл. Қазірде корона дамптан кейінгі сияқты альткоиндар көтерілетін болса, бұл бізде тек альткоиндардың өзінің капитализациясы 5 миллиардқа дейін жай бару мүмкін. Мысалы 5 триллионға дейін. 5 миллиард деппін ғой, 5 триллионға дейін жай бару мүмкін. Ол деген, осы жерлер ғой, әлі 500%-ға өсу мүмкін. Әрине, кейбір альткоиндар 20x береді, кейбір альткоиндар 10x береді, кейбір альткоиндар 5x береді деген сияқты нәрсе. Менің ойымша осылай болуы мүмкін. Альткоиндардың өзінің капитализациясы 5 триллионға дейін бару мүмкін. Әрине, бычка болып, барлығы жақсы болса. Себебі, қараңыздар, 2021 жылы көргендеріңіз 4500%. Ол кезде әрине бізде рынок кішкентай болды. Қараңыздар, бүкіл альткоиндардың капитализациясы 37 миллиард қана болған. 37 миллиард деген дәл қазір копейка ғой, былайша айтқанда эфирдің өзінің капитализациясы бұдан көп қой. Бір эфирдің капитализациясының өзі қазір бұдан көп, қайда 2-3 есе көп. Қазір рынок өте үлкен, баяғыда емес. Баяғыда мысалы 20-30 альткоин болса, қазір уже 500-600 альткоин бар, монеталарда көп қазір. Сол себепті де рынок үлкейген сайын ол менің ойымша баяғыдай x-тар болмайды, яғни 100x, 500x, 600x деген нәрселер болмайды. Кейбір монеталарда болып қалуы мүмкін, мысалы Starknet'те дегенсің ба. Енді солай ойлауға болады. Қараңыздар, қазір биткоиннің мысалы қазір менің ойымша бұл, если барлық альткоиндардың капитализациясы 5 триллион болатын болса, биткоиннің капитализациясы қаншаға дейін жетуі мүмкін? Биткоиннің капитализациясы қазір 1,6 триллион болып тұр. Биткоин менің ойымша максимум 120-ға барады деп ойлаймын, 150-ге. Неге 120 потолок деп ойлаймын өзім, себебі биткоин шынымен де жақсы өсті. Биткоин үлкен актив, баяғыдай x-тар болмайды. Менің өзімнің ойымша, себебі қазірдің өзінен қарасақ, тыносынан бүйтіп 120 мың долларға дейін тапсақ, 656%, 6x былайша айтқан кезде биткоин үшін бір бычий рынокта 6x бұл жақсы, өте көп даже. Себебі биткоиннің капитализациясын көргендеріңізде 1,6 триллион. Жанында эфирлер әлі кішкентай, өте кішкентай. Мысалы былай тағы қарасақ болады. Биткоиндікі 1,6 триллион. Эфирдікі 189 ғана миллиард, 189 мың миллиард қана. Енді биткоиннің капитализациясы бір биткоиннің қаншаға дейін баруы мүмкін? Менің ойымша 2 триллионға барады деп ойлаймын, потолок. 2 триллион тіпті көп. Ну, мүмкін 2 триллион көп емес негізінде. Барлық рынктың, бүкіл криптоактивтердің капитализациясы, мысалы, 6 триллионға баратын болса, оның 2 триллионын биткоин құрайды деп ойлаймын. Сол кезде доминация бізде қанша пайызға түседі? Биткоин доминация, мысалы, қазір барлық рынктың, бүкіл крипторынктың 64%-ын тек бір биткоиннің ғана капитализациясы құрап тұрса, мысалы, диапазон ценмен былай тартатын болсақ, 40%-ға дейін түсу керек деп ойлаймын. 40%-ға дейін түсетін болса, бұл әжептәуір болады екен, иә. Осылай болады примерно. Себебі қараңыздар, барлық бичкада өзінің доминациясын жоғалтады. Мысалы қараңыздар, бүкіл рынктың 100%-ын басында биткоин құраған, кейін эфир шықты, лайткоин деген сияқты монеталар шықты, олар өсті. Олар өскен кезде өзі биткоин доминациясын жоғалтады, себебі бүкіл криптоактивтің 100%-ын тек биткоин ғана құраса, кейін лайткоин, дэш деген сияқты монеталар өзінің
капитализациясын алады, сол кезде биткоин типа құлайды. Биткоин доминация менің ойымша 40%-ға дейін құлауы мүмкін. Сол кезде мысалы барлық криптоактивтің капитализациясы 5 триллион болатын болса, соның 3 триллионы менің ойымша міндетті түрде альткоиндар алу керек деп ойлаймын. Себебі қараңыздар, себебі альткоиндарда көп, қазір баяғыда емес альткоиндар, қазір альткоиндар өте көп и жақсы альткоиндар бар. Мысалы эфирдің өзі капитализациясы 600-700 миллиардқа дейін жай бару керек деп ойлаймын. Қазір қанша? Мысалы эфирдің капитализациясы қазір 200 миллиард. Пикында қанша болған? Артықысын көруге болады. Артықысында 574 миллиард болған. Яғни эфир почти 4800 долларға дейін жетті 2021 жылы. 2021 жылғы бычкада пикында 574 миллиард болған ол кезде капитализациясы. Қазір эфир өзінің алдыңғы пикін жаңартады деп ойлаймын. 8000-9000 долларға дейін эфир барса, ол кезде эфирдің капитализациясы 800-900 миллиард болады деп ойлаймын менің ойымша. Яғни менің ойым биткоин ары қарай өспеуі мүмкін, бірақ альткоиндар өсуі керек деп ойлаймын. Себебі эфирға, себебі қараңыздар, үлкен фондтар бар. Мысалы Starknetке, Optimismға, Суиға өте үлкен ақшалар салды. Ол адамдар, фондтар өздерінің ақшаларын 4-5 есе көбейтіп қайтарып алуға тырысады деп ойлаймын. Енді қараңыздар, видеода түсініксіз жерлер көп болуы мүмкін, бытсып кеткен жерлер бар. Енді сол үшін барлық адам түсіну үшін тез қорытындылап беретін боламын. Мен биткоин мүмкін ары қарай өседі, мүмкін өспейді. Ол жағын мен ештеңе айтқым келмейді биткоин жайлы. Мүмкін биткоин 120 000 долларға дейін барады. Ол деген қазіргі бағасынан 30-40%, 50% көтеріледі осы бағасынан. Ал эфир мен жаңа айтқандай 800 миллиард, 700 миллиард, 600 миллиард капитализация күтемін. Яғни қазіргі бағасынан эфир 6000, 5000, 7000 долларға дейін өсу керек. Сол кезде капитализациясы үлкейеді, себебі эфир шынымен мықты актив, және де эфир осы циклда вообще өспеді. Сол себепті мен бұл цикл әлі бітті деп ойламаймын. Мүмкін ары қарай жалғасады цикл. Яғни бір жыл ішінде эфир жақсы көтерілу керек. Ал эфир көтерілген кезде мен сатып алып жатқан CK, Optimism, Arbitrum, Starknet деген сияқты монеталар, почти 99% альткоиндар осы жерден 5-6x беруі мүмкін. Сол себепті де менің ойым, бұл цикл әлі біткен жоқ, әрі қарай әлі өсуіміз керек. Мүмкін 1000 долларға дейін эфир түседі, одан кейін қайтадан өседі, мүмкін осы жерден өседі. Себебі цикл аяқталған кезде, если цикл аяқталған болған жағдайда, бұл деген өте жаман. Себебі қараңыздар, бізде мысалы алдын 2021 жыл бізде бір цикл аяқталды. Яғни эфир 4000 доллардан бастап құлады. Қанша уақыт өтті ол арада, қараңыздар. Эфир деген почти 868 күн бойы 4570 долларға қайтып бармаған, яғни жақындамаған. Почти 854 күн бойы минуста болған эфир. Қазір сондай жағдай болатын болса, бұл деген өте жаман, себебі 2-3 жыл бойы біз эфирді 2000 доллар көрмейміз деген сөз. Сол себепті мен цикл аяқталмады деп ойлаймын. Жақын арада біз эфирді 5000-6000 доллардан көреміз деп ойлаймын. Бұл менің ойым. Сол себепті мен сатып алып жатырмын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.